Адамға жасалатын ең ауыр жамандық, қатты сендіріп, босқа үміттендіріп, ештеңе болмағандай жарты жолдан тастап кету. Қайғыңызды бәріне көрсетпеңіз, себебі сіздің отыңызға кім ағаш тастайтынын білмейсіз. Адамға ішіңдегі бар сырыңды ашып айта беруге болмайды. Кейбір адамдар сол айтқаныңды өзіңе қарсы пайдалану мүмкін. Кейбір адамдар бос уақытында сенмен сөйлеседі. Кейбіреулері сенмен сөйлесуге уақыт бөледі. Айырмашылығын түсініп алыңыз. Адамдармен қарым-қатынасыңыз отпен қарым-қатынасыңыз сияқты болсын. Қатты алысқа бармаңыз, қатып қаласыз. Қатты жақындамаңыз, күйіп кетесіз. Мәселенің өзінен екенін түсінбейтін адамдар шешімін басқалардың тыныштығын бұзудан табады. Уақыт бәрін өзгертеді, жалған. Тек әрекет өзгертеді. Әрекет болмаса, бәрі бәз-баяғыша қала береді. Біреудің көңілін бұзып, жүрегін жаралау, мың қағбаны қиратқаннан да жаман. Біреудің қателігі мен айыбын іздеп жүретін адам, өмір бойы өзі де айып пен қателіктен көз ашпайды. Ал жақсылықты көре білу де үлкен өнер. Бұл дүние тауға ұқсайды, ал істеріміз дауыс секілді. Дауысымыз не жаман, не жақсы болса да, өзімізге жаңғырық болып қайтып келеді. Мейірім көшеде шашылып жатпайды. Оны адам адамнан үйренеді. Бұл жалғандағы ең ауыр дерт ой. Оның емі жоқ. Ақ көңіл дос қайдасың? Ескертіп қоятын айласын. Жалықтым жасанды жандардан, ойлайтын басының пайдасын. Қателігін түсініп, және кешірім сұрау, тек миды қолдана алатын адамдарға тән. Есейген сайын көп нәрсе өзгереді екен. Қалауың, ойың, алға қойған мақсатың, адамдарға көзқарасың, әсіресе соңғысы. Сізге ашуланған, бірақ жаман ештеңе жасамайтын адаммен достасыңыз. Себебі ашу адамның мінезін ашады. Күн батты, міне кеш кірді. Жанымнан бір үн естілді. Рахатқа бола 5 күнгі, ренжіте көрме ешкімді. Артта қалғанның бәріне алғыс айтуды үйренсек жақсы болар еді. Тіпті олар жағымсыз, жанға жара салатын естеліктер болса да, олар бізге маңызды нәрсені үйретті емес пе? Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын ардақтай біледі. Сондықтан да олар әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы, көнгіш келеді. Болмашыға бола өтірік те айтпайды. Олар көп мылжыңдамайды. Ешкім сұрамаса, ішкі сырын ашпайды. Бақытты салыстыру арқылы түсінуге болады. Кейде бүгінгі күннің қадірін білу үшін кешегі күнді еске алудың да пайдасы бар. Кейбір есіктерді жабыңыз. Менмендіктен емес, жай ғана өміріңізде орны болмаған үшін. Кейде ештеңе болмағандай күліп өмір сүре бересің. Мен бұл нәрсені берілу деп емес, жетілу деп айтамын. Адамдар сізді пайдасына жарата алмаған кезде өзгергеніңді бетіңе басады. Көңіл сарайының терезесін айқара ашпаған абзал. Ашық алаңға тас атушылар көп болады. Қалай қылсаң да, қанша тырыссаң да, әр ісіңнен бір мін тауып отыратын адам болады. Бұл дүние жақсы болғандардың емес, жақсы ойнағандардың дүниесі. Аллах бір есікті жапса, 1000 есікті ашады. Адам кейде жұмыстан емес, ойдан шаршайды. Адам өмір сүруден емес, керісінше нәтижесі шықпаған жұмыстардан, мейірім жоқ көздерден, жүрекке бататын сөздерден шаршайды. Арлы адам жамандық жасамайды. Дөрекі сөйлеудің орнына үндемей қалады. Түсінбеген нәрсеге бола айыптамайды. Өзін көтермелеу үшін өзгені жамандамайды. Реті кеп тұрса да ешкімге зиянын тигізбейді.
Егер бір адамды алдау қолынан келсе, ол оның ақымақтығы емес, тек сен сияқты лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен ғана мүмкін болды. Қамшының сабындай 5 күнде, алданба ғажайып кескінге. Сенуге болады өзіңе, сенуге болмайды ешкімге. Біреулер ісіңе құмартып, біреулер жатады мін артып. Орынсыз өтірік мақтаудан, орынды айтқан сын артық. Ертең басқа, бүгін жақсы көргенім. Өз көзіме өзім ғажап сенбедім. Кесірткідей ауыстырған өңдерін, түсінбеймін қылығына пенденің. Бір өкпем бар өткенге, мұз боп қатып кеткен бе? Ұмытайын десем де, сыз боп өтіп кеткен бе? Жіберейін деймін де, еске салат көктемде. Кешірейін деймін де, сөз сүйектен өткен бе? Өкінішті өкпемен, өткім келмес өмірден. Ой түбіне жетпебем, кетер емес көңілден. Жол көрсетші тәңірім, өзің шуақ жарығым. Жүректегі жүгімнен келеді менің арылғым. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.